Барлықтарыңызға сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге қайта қауышқан мен Айжан, және сіздер Мисс Айжан KZ'тің каналындасыздар. Көптен бері осылай сіздердің сұрақтарыңызға жауап бермеп едім, және де бүгін осы сіздердің маған Instagram парақшама қойған сұрақтарыңызға жауап беретін боламын. Сол себептен соңына дейін қараймыз. Ал ендеше бастаймыз. Сұрақтарды менің сторисіме қойыңыздар деп жазған болатынмын, және де өте көп сұрақтар келді. Көп рахмет. Қазір араларынан бірнешеуін таңдап жауап беретін боламын. Бірақ менің байқағаным не екенін білмеймін, 50% сұрақтардың көпшілігі менің келбетім жайлы, яғни салмағым, бойым жайлы болды. Бірақ араларынан қызықты сұрақтарды іріктеп алдым деген ойдамын. Ең алғашқы сұрақ сіздегі ең бірінші фан қай қалада болды? Фан дегеніміз фан встреча, фан кездесу деп ойлаймын. Әрине Ақтөбе қаласында болды. Мен өзім Ақтөбе қаласынан болғандықтан ең алғашқы жасаған фан кездесуім Еркен Аслименмен бірге осы Ақтөбе қаласында болды. Ол кездесуден менде видео бар, көрулеріңізге болады, және де сол кездесуде маған тіркелушілерім берген сыйлықтар туралы да видео бар. Осы каналымның астына артына кіріп көрсеңіздер бар, сол видео өте қызықты өтті. Фан встреча әрбір келген адамға әлі күнге дейін рахмет айтамын, себебі мен шынымен де аз адам келеді деп ойладым, бірақ өте көп адам келді, бір 50 шақтыдан көп келген шығар. Және де фан кездесу ұйымдастыру, білмеймін, әзірге ойымда жоқ, себебі қазір енді өкінішке орай карантин болғандықтан, тіпті карантин алғаннан кейін да жасамайтын шығармын. Бірақ өзіме фан кездесу жасаған өте қатты ұнады. Ал ендеше келесі сұраққа көшетін боламыз. Келесі сұрақ бізде блогерлікті қалай бастасақ болады дейді. Блогерлікті менің ойымша сіз өзіңізде ниетіңіз болу керек, сізге өзіңізге ұнау керек. Ең біріншіден блогерлік. Жалпы блогер болу үшін тым ұялшақ болуға болмайды. Себебі далада көшеде кетіп бара жатқан кезде де, үйде де, кез келген жерде сторис түсіріп кете алу керексіз, видео түсіріп кете алу керексіз. Сондай тым қатты ұялшақ сондай адамдарға білмеймін, блогер болу қиын сияқты менің ойымша. Жалпы блогерлікті бастайтын адамға мүмкіндік көп. Қазіргі таңда қолыңызда телефон болса болды, бастай беруге болады. Тіпті шаш үлгілерін көрсетесіз бе, немесе ағылшын тілін үйретесіз бе, өзіңіздің қандай нәрсеге икеміңіз бар, сол нәрседен бастау керек. Және де блогерлікті бастау үшін міндетті түрде қымбат заттар керек емес. Мысалға, менде әлі күнге дейін профессионалды видеокамера жоқ. Мен өзімнің телефоныма түсіремін. Тек бірнеше рет телефонымды ауыстырған болатынмын сапасына байланысты. Ал ондай ерекше ештеңе алған жоқпын. Және де штативті, кольцевой лампаны бертін келе ғана ала бастадым. Осы жақында ғана бірнеше айлар бұрын. Ал оған дейін мен дәл сіздер сияқты терезенің алдына қойдым, моноподқа қоятынмын, әртүрлі конструкциялар жасап, телефонымды қадап қоятынмын видео түсіруге. Сол себептен бастысы ол сіздің ниетіңіз. Өзіңіз сүйіп тыңдайтын музыкаң және көретін фильмің қандай? Менде сүйікті фильмдер, музыкаларым өте көп. Менде олар әр күн сайын ауысып отырады. Мен көңіл-күйіме байланысты. Фильмдарға келетін болсақ, мен фильмді өте аз көремін, көбіне драма көремін. Және де сүйікті драма менің қазіргі таңдағы ол Отель де Луна, Алые сердца Карё, және де Потомки солнца. Жалпы көп қой сүйікті драмалар, маған көпшілігі ұнайды. Өзімнің көрген драмаларымның ішінде нақты біреуі деп айта алмаймын. Сүйікті музыкама келетін болса, қазіргі таңда мен Аю мен Шуганың коллаборациясынан шыққан Eight деген әні қатты ұнайды. Аю жалпы менің сондай бір сүйікті әншілерімнің бірі, және де осындай BTS-тағы Шугамен жасаған коллаборациясы шынымен де күшті болып шықты. Бірақ айтқандай, нақты біреуі жоқ, менде әрқашан алмасып отырады. Мысалға, бір күні Eight болса, бір күні BTS-тің Who деген өлең ұнайды. Әрқашан ауысып отыратын болады, немесе бір күні Қуандық Рахымның өлеңі ұнайды, немесе бір күні Дженнифер Лопестің әні ұнап қалады. Сол себептен нақтысын айта алмаймын. Және де айта кететінім, мен көрген фильмді, және көретін фильмін қандай деп тұру, бір көрген фильмімді мен бірнеше рет қарай алмаймын. Драмаларда да дәл солай. Бір рет көрдім ба болды, оны бірнеше рет қарағанды ұнатпаймын. Тіпті ең сүйікті болып бара жатса да. Осылай күте тұрайыншы. Жасты екенбіз ғой. Айжан, туған күнің қашан? Менің туған күнім 1 қараша, жасым 14-те, 2005 жылғымын. Тағы да не айтайын, 9 класс оқимын. Егерде жаңадан көрермендерім бар болып жатса, танысып қояйық. YouTube блогермін, Instagram блогермін, және TikTokермін. Жаңадан басып TikToker болып келе жатырмын. Егерде менің Instagram жайлы әлі күнге дейін білмейтін болсаңыз, ссылкасын қалдырып кетем, тіркеле кетіңіздер. Ол жақта мен күн сайын белсендімін YouTubeға қарағанда. Өкінішке орай қазір YouTube'та шынымен де белсенділігім аз болып жүр, бірақ дұрыс салатын боламын, уәде беремін, себебі YouTube ол No.1.
Шашыңды қалай өсірдің? Шампуньдарың бірдеме қолдандың ба? Я болса бөлішші. Жалпы барлығына қызықтыратын тақырып осы менің шашым жайлы. Шашым қалай ұзын, шашымды қалай өсірдім, шашым қалай қалың деген сияқты. Мен бірден жауап бере кетейін. Мен шашымды өсіруге ештеңе жасамадым. Мүлдем ешқандай маскада, майларды ештеңе қолданған жоқпын. Тіпті одан тым қатты ұзын қылып өсіретіндей де ешқандай тырысқан жоқпын. Жай ғана шашым өсе берді. Көптен бері қимадым мен шашымды. Және де тағы да айта кететіні, ол шаштың қалыңдығы, ұзындығы менің ойымша адамның генеларына байланысты. Шампуньдарға келетін болса, көбісі ойлайды, неге екенін білмеймін, менен жиі сұрап жатады, сен қандай шампуньмен қолданасың, мүмкін мен де соны қолдансам шашым ұзын болар деп. Менің ойымша бұл қате түсінік, себебі шампуньмен адам шашын ешқалай өсіре алмайды. Шампунь тек бас терісін және шашты тазалауға арналған, сол себептен қателеспеңіздер. Жалпы мен шашымның өсуі шампуньдарға байланысты емес. Мен тіпті ерекше күтім жасамадым шашымды өсіруге. Тек көптен бері қимадым, сол ғана шығар. Келесі сұраққа көшетін болсақ, сен осы мектепке шаш үлгіңді қалай жасап барасың? Мен шаш үлгімді мектепке енді қазір карантин болған кезде бармағандықтан онлайн сабақтарда, онлайн мектептерде мен шашым қандай болғанын білмей қойыңыздар. Бірақ осыған дейін уақытта мен шаш үлгілер, әртүрлі шаш үлгілер жасаймын, өрем, бір күні хвостик, бір күні пучок. Оның барлығын мен жалпы қандай шаш үлгілер жасауға болатынын өзімнің инстаграм парақшамда көрсетемін. Жиі салып отырамын шаш үлгілер туралы. Мысалға, осы жақында салған прическа міне осындайды жасауға болады мектепке мысалға. Жалпы тіркеле кетіңіздер. Мен бірақ көбіне мектепке андай шашымды өріп барамын, себебі қалай айтсам екен, маған хвостикпен көбіне ыңғайсыз. Шашым ұзын болғандықтан хвостикпен кішкене кедергі келтіреді. Бірақ әр кезде әртүрлі. Себебі кейде тіпті мен таңертең ерініп, шашымды жалбыратып бара салам да, сосын ана жақта өтірік жинай салам. Солай да болып тұрады. Келесі сұраққа көшетін болсақ, бастапқыда YouTube каналына аптасына неше рет видео салып отырдың? Шыны керек, мен бастапқыда YouTubeға видеоны жиі салып отыратын, қазіргідей 2 аптада бір рет, аптасына 1 рет салып без, бұрындары мен аптасына 2-3 рет, тіпті 3-4 рет салатын күндерім болды. Жоқ, өтірік айтамын. Мен алдыңғы жазда аптасына 4-5 рет салып отырдым видеоларды. Бастапқыда мен жиі салатын видеоларды. Ал қазір өкінішке орай азайып баратыр. Оның себебі менің ойымша, бұдан да бөлек мен инстаграмда қатар жүргізгендіктен, сол да бір себебі болатын шығар деп ойлаймын. Және де негізі айтайыншы, менде қазіргі таңда осыған дейін бірнеше күн бұрын, бір апта бұрын дейінші, ютубмен бір кішкене проблемалар болған. Ютуб каналыма байланысты менде компьютермен проблемалар болды, ютубқа видео сала алмай жүрдім. Сондай да бір себептері болды, ютубқа белсенділік аз болғанын. Бірақ қазір барлығы жақсы, шүкір, сол себептен жиі салуға тырысамын. Сол. Келесі сұраққа көшетін болса, көбінесе қандай жанрдағы киноларды қарайсың? Мен триллер, ужастиктарды мүлдем қарамаймын. Көбіне тек комедия. Және де менің қарайтыным ол тек қана дорамалар, корейский. Және де осыған қатысты тағы да бір сұраққа жауап бере кетсем, сіз дорамаларды неше жастан бастап көрдіңіз және алғашқы көрген дорамаңыз қандай? 11-12 жас, егер де қателеспесем, ауылда маған бір апам көрсеткен болатын, және де ең алғашқы дорама ол «Силачка до Бунсон». Ең алғашқы көрген дорамам ол «Точки после ягодок», неге «Силачка до Бунсон» дегенді өзім түсініп тұрған жоқпын. Апам сол дораманы көріп өтті да, сосын мен де қасында қызығып көріп кеттім. Содан бері енді қазір дорамаларды өте жиі көремін. Бірақ шынымды айтайын, уақытым босқа кетеді ғой. Сколько тебе нужно времени, чтобы начать доверять человеку? Шыны керек өте көп уақыт. Мен бірден адамға сеніп кете алмаймын. Сондай бір адаммын. Солай. Білмеймін, басқа адамдар сияқты бірден жақын құрбым, досым деп айтып кете алмаймын. Және де бірден барлығына сеніп кете алмаймын. Сондай адаммын. Ол үшін менің ойымша ұзақ уақыт керек. Келесі сұраққа көшетін болсақ, сен видеоларды видеокамерамен түсіресің. Осыған дейін айтып кеткендей, мен видеоларымды телефоныммен түсіремін. Осыған дейін ешқашан видеокамерамен түсіріп көрмеппін, және де қазір де менде видеокамера жоқ. Тек өзімнің осы телефонның камерасына түсіремін, передний камерасына айтпақшы. Сол себептен болар, кейде камераға қараймын, кейде өзіме қараймын. Осылай. Келесі сұрақ, Корея тілін қай сатыдан бастадыңыз, алфавиттен бе деген сияқты өтінем жауап. Менің ойымша енді бұл басқа тіл не дегенімен, және де мен туылғанымнан білмегендіктен, әрине оны алфавиттен бастайсың, әліпбиден. Оны мен жақында 1 ай бұрын бастаған болатынмын Корей тілін үйренуді. Қазірге жетістіктері, мен енді балабақшаның 1-ші классын баласы сияқты сөйлеймін енді әзірге.
андай әлі қателер көп, үйренерім көп. Сол себептен керім білем деп айта алмаймын. Және де осыған қатысты сұрақ: сіз кәріше қайдан және қандай аккаунттан оқып жатсыз? Мен бірнеше рет сториске салған болатын, ол қай аккаунттан, қай парақшадан онлайн курсты оқығанымды. Қайталап айта бермей қояйын, бірақ жалпы мен Instagram арқылы онлайн курспен оқыдым, солай үйрендім. Және де тағы да не айтайын, одан бөлек мен программалармен қолданам, әртүрлі телефонға скачать етіп алып, Телеграмда әртүрлі каналдарға тіркелгенмін, сондай корейскийді үйрететін. Жалпы үйренем деген адамға қазір мүмкіншіліктер өте көп. Интернеттен іздесеңізде де өте көп шығады үйренуге. Блогерлік өмір қызық па? Өте қызықты. Білмеймін кімге қалай екен, бірақ маған өзіме өте қатты ұнайды, және де өзіме өте қатты қызықты. Жаңа достарым бар, көптеген нәрселерге мүмкіндіктер бар. Сол себептен маған ұнайды, өте қызықты. Енді келесі сұрақ: бұрынғы түсірген онша емес видеоларына өкінесің бе? Менің бұрынғы видеоларым ешқашан онша емес болмаған, соны айтайын. Егер де мен бұрынғы видеоларымды салып YouTube'қа жүктемесем, мен қазір видео түсіремін, қазір блогер болам ба? Ешқашан ешқандай видеома өкінбегенмін, барлығы маған ұнайды және өкінбеймін деді. Чемодан ойнатшы дейді. Менде бұйырса, Алла қаласа, Инстаграмда гиф жасайын ба деген ойым бар. Және де ол жаққа чемодан, косметикама сондай ойнатқым келіп тұр. Қыздарға арналған барлығы бар бір чемодандар болады ғой. Аксессуарлармен, косметикамен сондай ойнатсам қалай қарайсыздар? Қатысар ма едіңіздер? Өз ойларыңызды айта кетіңіздер. Сол себептен, егер де сондай конкурстар жайлы білгілеріңіз келсе, мен жалпы апта сайын Instagram аккаунтында жиі конкурстар жасап отырамын, ақшалай сыйлықтарға, одан да бөлек бьюти-бокстар. Сол себептен енді білетін шығарсыздар да, не істеу керек екенін. Блогер болғанда қай қалада тұрсаң да бәрі бір ме? Әрине бәрібір. Мейлі қандай ауыл, қандай қала маңызды емес, бастысы өзіңізге байланысты. Жақсылап видеолар түсірсеңіз, қызықты тақырыптарда, онда оған ешқандай қаланың да, ауылдың да қатысы болмайды, қандай үйде тұрсаңыз да. Бастысы блогты дұрыс жүргізе білу, адамдарды қызықтыра білу, және де аудиториямен жақсы жұмыс жасау. Қалай арықтауға болады? Осы жазда арықтағым келеді бұйырса. Бұл сұрақ мүлде маған қатысты емес, білмеймін. Мен қалай арықтау керектігін мәнін білмеймін. Ол жағынан диетологтардан, Google'дан сұрамасаңыз, мен оны білмейді екен. BTS ұнай ма или Blackpink ұнай ма? Қайсының музыкасын көп тыңдайсыз? Ой, білмеймін, екеуі де ұнайды. BTS-тікін де тыңдаймын, Blackpink-тікінен. Бірақ Blackpink-тің өлеңдерін көбірек білетін шығармын BTS-қа қарағанда. Жақта армилар, блинктар бар. Лайк басып ет. Тәтте, сені көрдім теледидардан дейді, яғни рекламадан. Жоқ, ешқашан рекламаға түсіп көрмеппін. Бірақ түссем жақсы болар еді. Мүмкін шатастырып алған болар, басқа адаммен түсіп көрмеппін рекламаға. Сенің ханшайым деген маскам бар ғой, сонда тағы бір креативная маска шығаршы. Егер де түсінбей отырсаңыз, бұл не маска, не ханшайым деп, менің Instagram аккаунтымда қайта айта бердім ғой, Instagram деп. Өзімнің маскам бар, яғни фильтр мынадай. Не осындай маска, видеодан көріп тұрған болатын шығарсыздар. Сондай тағы да бір креативный маска. Осыған дейін сіздерге айтайын, бірнеше ай бұрын мен жаңа маска жасап істеген болатынбыз, бірақ оны одобрить еткен жоқ, яғни әлі де на рассмотрение деп қарастырылып тұр. Білмеймін, бірақ одобрить еткен жоқ Instagram, және де ол шықпайтын шығар. Сол себептен білмеймін, жаңа масканың шығарылу жағынан ештеңе нақты айта алмаймын. Бірақ өте өкінішті, ана маскаға да барынша тырысып едік. Қалай үлгересің? Үй тапсырмасын жазып, үй жинап, инстаға кіріп. Барлығына үлгеруге болады, жалпы жоспарлау керек. Заметке телефоныңызға жазып қойсаңыз, сағат сайын барлығына не істейтініңізді, солай өзіңізді ретке келтіруге болады күніңізді. Сонда күніңіз нәтижелі өтетін болады. Неге анандай дерзкая болмайсың, түрін бөпе сияқты дейді. Мен бөпемін ғой вообще-то. Маған ұнайды сондай болған. Дерзкая болатын кезде дерзкая болармыз. Осымен ішінен таңдап алған сұрақтарым аяқталды. Барлық сұрақтарға жауап бермесем де, араларынан таңдаған сұрақтарға жауап бердім деген ойдамын. Және де сіздерге қызықты болды деген, мен жайлы кішкене болсын көбірек білдіңіздер деп ойлаймын. Міндетті түрде осы видеоға лайк басып кетіңіздер, сонда мен видеоларды жиі салатын боламын. Менің каналыма тіркеліңіздер, әрине де қалай тіркелмей мен видеоларымды қарауға болады. Және де айта кеткенде менің Инстаграмым және де тиктогыма тіркеліп кетіңіздер, ол жақта да белсенді болып жүремін. Сіздермен бірге болған мен Айжан. Сау болыңыздар.